бүкіл жұмыс 7 күннен кейін біту керек. Қиын жағдайлар болып тұр. Кетеміз қазір. Жігіттер! Ұлан қайда екен, ұлан? Бастықтарыңыз қайда? Кімнен сұраймын мен? Вы же знаете, на что вы подписались? Осындай адамдар қалай жұмыс істейді? 16 күн азанда өткізіп сөйлесеміз. Мен неге басымды тықтым? Қысқасы, осы ғимараттың иесімен бәске түстім. 7 күнде 7 миллионға мына жердің құрылысы мен дизайнын ойластырып, дәл осы жерде бүкіл жұмыс 7 күннен кейін біту керек. Жарты жыл бұрын 3 этажды мейрамхананың жобасын жасағанымда, жобаны TikTokта сол мейрамхананың меңгерушісі Шыңғыспен видео түсіріп жүріп, жобаны оқырмандарымен таныстырған болатын. Сол оқырмандарым қоймай сұрап жүргеннен кейін, бұл жолы келіп Шыңғысқа келей сұрақ қойдым. Неге әлі бітпей жатыр? 3 этаж қабатта осындай бір жобаны тез аяқтау деген мүмкін емес деп ойлаймын. Жарты жыл болды, құрылыс әлі бітпей жатыр. Мен айтайын, мынаны 2 айда бітіруге болатын. 2 айда? Мүмкін десем, дәлелдеш дейді ғой. Өзіңіздің сөзіңізге қарай, ісіңізбен. Қалай дәлелдеймін десем, тез уақыт ішінде. Яғни жобасы, құрылысы, яғни біз сізге түгелдей банкет зал тапсырамыз, сіз бізге дайын қылып шығарып бересіз ғой. Сен емес шығар осы нәрсені шешім қабылдайтын ресторанның иесі Ескендір ағаға бірден хабарласады. Қатты ауырып отырсың ба, менің объектті көрдің ғой. 10 күн емес. 7 күнге түсіріп тастасақ, шашымды қысқартамын, үлгермесем. Сақалымды алып тастаймын. Сен шашыңды алып тастайтын болсаң, мен саған үстіне тағы да 2 миллион ақша қосып беремін. 9 күннен бастап мен насчет санаймын. 9 күн азанда демонтажыңды бастай бересің. 16 күн азанда өткізіп сөйлесеміз. Қазір дизайнды ойластыру процесі жүріп жатыр. Бүгіндікке біз тапсырыс берушімен келістік, өлшемдерін шешіп алдық, құрылысшылармен сөйлесіп, ертеңге келісіп те қойдық. Ал ертең бірінші күн. Осы кісі үшеуміз офисқа барамыз, офистан кейін стульчиктердің бәрін заказ беруге. Ал таныс болыңыздар, Жанат мырза. Біздің қияли идеяларымыздың бәрін іске асыратын кісі осы. Мұнан ары қарай өзіміз безендіре береміз. Сізден бізге керегі осы ағаш бұйымды 3 данасын жасау керек. Уақытылы үлгереміз деген ойдам. Темпта жұмыс істеу керек, жігіттер. Бізде бір-ақ жеті уақыт бар да. Демонтажды желательно бүгін бітіруге тырысуымыз керек. Бірінші біз материал келгенше полностью столдар, орындықтар, соның бәрін астыға түсіру керек. Ал строительдер келді, бұйырса. Бастан жеп жатыр уже. Объем көрсетеміз, объем. Мына потолокта декоративный штукатурка. Осылардың бәрін түсіруіміз керек. Кірпішті шешу, мына кірпішті. Сосын мына обойларды алып тастаймыз. Мына 2 есікті алып тастаймыз. Мына іште тұрған терезені ойланып алатын болып шештік. Өйткені мына жерде бізде киіз үй тұрғаннан кейін бұның функциясы ойнамай қалады. Мына терезе не үшін? Мына вообще түсініксіз терезе. Осыны да дұрыс емес шешімдер бар мына жерде. Сондықтан біз басқа шешімдер қабылдаймыз. Натяжной потолок деген нәрселер жек көремін. Сондықтан көрген кезде бірінші сол нәрсені құртқым келеді. Күмәнім бар мен. Қиын ауыр өткені. Мен 10 күнге де сенбесем. Өздері жаңа бәстегеннен кейін 7 күн дегеннен кейін мен бірден бәстедім. Өйткені қиын енді ауыр. Біз ана стройканың өзін қаншама істеп жүрміз. Міне электрик кісі осы. Бауыржан аға. Сіз бізге люстра, пожарный система, сосын колонкаларды шешіп тастаңыз. Ладно, шыға алайық. Каркастары да әшейін фанера не екен ғой, Материалға да қолдануға келмей ма сонда бұл? Сәл арзандату үшін. Одан да жаңадан жасаған дұрыс дейсіз бе? Біз осы магазиннен шпатель, сондай майда шүйде заттарды аламыз. Бастық. Үлкен банкетный зал ғой, сол банкетный залды бір аптада бітіру керек біз. Понятно. Соны что берете? Иә, соны түсіреміз и ютубқа саламыз бұйырса. Шпатель 10, 3 штуки. Ой, да-да-да, 3 штуки. Ведро 10-литровое, 3 штуки. Асекең өте шаршаулы. Асеке келдік.
гипсокартон керек. Сухой смесь бізде так грендердан 6 мөлшек керек. Гладтан 6 мөлшек тоже. 6 тоже, да? Ага. И фиништан үшеу бересіңіз. Сетпянка керек болады екеу. Так, қазіргі сумма 89.300, 80 мың и доставка бесплатная. Жақсы, керемет, рахмет. Жақсы скидка жасап берді, негізі тәте ішіндегі доставка тегіндегі. Лисаковская 23, дроп 1. Негізі жақсы магазин екен, бәрі бар екен. Керек заттардың бәрін осы жерден алдық. Міне мынандай ұнап тұр маған. Осының басқа цветтерін тағы қарап көруге болады. Сарылар. Екінші этаж керек. Егер де біз 70 штук алатын болсақ, 1.246 000 екен. 70 штук тауып берді. Орындық табылды, бәрі күшті. Енді қайтсақ болады сәл-сәбілге. Мә анау стройканың мұсылары ма? Иә, солар ғой деймін. Мә талай тірлік бітіп атқан сияқты ғой. Сендер бағана базар аралап жүрген кезде біз мынау ең азанмен тұрған идеялар ғой, жай ғана 3 киіз үйді бүкіл залға лақтыра салдық. Соны біз Бека екеуміз дамыттық. Одан да көп отыратын орындар пайда болды. Мына жерде киіз үйдің формасында бірақ арқандармен жасалады. Мына жерде былай бөлінеді. Оның бәрі жасалмаған ғой, оны үлгереміз ба жасап? Енді бүгін тек идея талқылау, идея ойлап табумен болдық. Бізде мына жерде мынандай зона болады. Дивандар пуфик сияқты. Бірақ ол құрақ көрпенің текстурасымен қапталады да, бірақ арқасыз. Мына жерде жаңа мен айтқан айна бұлайынан түседі да тур ортаға. Бірақ ол құр айна болмайды. Өзімізге тән қазақтың асық ойындары бар ғой. Соларды әртүрлі түске бояп, ортасын тесіп, бәрін жіптен өткізіп, айнаның бетінде тұрады. Жетігінде қалай үлгереміз десе? Оңай. Жеті емес, уже 6. Бұл жерде как раз шешілмей тұрған мәселелер, ол мына жерде радиаторлар, негізі бұл жерде диван болған, негізі дұрыс жұмыс істеу, ол бірінші жұмыстары, электриктің жұмыстары. Сол уайым болып тұр. Ол электрик жаңа шамдарын дұрыс жерге черновой жұмыс кезінде қою керек, бірақ бізде дизайн болмағандықтан электрик біраз жұмысты күтіп қалды. Идея оны көру керек болып тұр да маған да қазір. И кім қайқа кетеді, қалай болады, өйткені ерте үлгермей қалуымыз мүмкін ғой. Мен басында мынау абаданалар жасап жатқан кезде бір түсінбей қаламын мен. Ағаштар діледі, не үшін деймін, аға осындай потолок болады дейді, осы жерге киіз ілем дейді, киіз не істеп қоймын, потолок адам киіз іле ме деп. Үндеген жоқпын енді мен. Ол кезде бірінші кезде мен сеніңкіремеймін ғой. Сосын кейін уже киізделіп, арқанмен тартып, жан-жағын бәрі біткеннен кейін бір керемет болып қалды да. Даже мен қасымдағы жүрген строительлардың өзі адамның басында мындай заттар келеді екен ау деп, олар да таңғалып не алып отыр да. Сондықтан мен қазір таңғалмаймын. Бүгін екінші күн, бүгін дизайн енді дайын болды. Негізі дені сау құрылыс бірінші дизайнды дайын қылды. Сосын құрылыс бастайтын еді. Біздікі бәрі өзгеше болып кетті. Әр жұмысты біз бөлетін боламыз. Төбеде құрылыс жүріп жатыр, гипсокартон жасалып жатыр. Кешегі алып тастаған терезелер, жауып тастайтын терезелердің жұмыстары жүріп жатыр. Кеше айтып кеткендей, мына бұрышымыз біздің жұмсақ жиһазбен жұмсақ декорлардан тұратын екі бұрыштан дивандар болады. Арқан киіз үй бөлек, оның детальдары бар, мынандай трубалар, конструкциясы бар, оның бәрін жанатпен кездесіп, бәрін толықтай түсіндіру керек болады. Бүкіл дизайн дайын тұр деп айтсақ болады, бірақ түсініксіз әлі шешілмеген бір зат бар. Ол біздің төбедегі мынау төртбұрыш нишалар. Дизайнер кісілер задача берді, сол задачамен келіп тұрмыз Байсат базарына. Осы базарда бізде екі задача болып тұр. Закуп электрағыға и арқан. Ал енді оны үшін бірге береміз. Қанша бересіз? 5 рулон ол. 9800. 12-лік қана ғой точно, 5 бар. Оплату сделай тогда. 12-лігі точно. Все рахмет, жақсы. Бізге бүгін гипсокартончик ағамыз келіп отыр. Нұржан аға, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Бұл жұмыстар кеше біту керек болған бізде негізі, бірақ бізде мына жақта жарық болмай қалды да, сосын
кеш болып кетті. Мына жерді жабуымыз керек. Мында жоба бойынша стена болады. Мына жерде тоже терезе, бізде тоже жабамыз. Мына терезені алып тастауымыз керек. Айтқандай, мына біреу жердегі перегородканы тоже гипсокартонмен қаптауымыз керек. Все, іске сәт сізге. Алла қаласа. жұмысын қарашы. Марат мырзаның цехына қалай тіке барамыз ба? Тауып аламыз. Я уайымдамайды. Это боролға ағайымыз таразға кетіп қаратқан сияқтымыз ғой. Кеттік қой, ә? Қай үй екен білесің ба? Кіріп көр. Ит қуаласа айтып қойшы дегенсің ба? Марат аға, сендер біз вообще басқа жақта жүрміз. Момышұлы бір ма? Не істейді? Поселок Көкөзек, Момышұлы бір міне сіз айтқанды мен тура сол моментте жазбай. Иә. Ана кісінің походкасы Жанат аға ұқсайды екен, сол емес па? Марат аға! Сіздер таппай бізді алдап жіберді ма деп уайымдап жатырмыз ғой. 2 стол тұр ғой. 2 стол, значит 2-де 40. Крыжнайтын мата, иә? Мына. Көрдіңіз бе? Мынау жақсы. Иә, мынау негізі мына әдемі. Біздің маталар. Диванға осы 10 сантиметр сайын асты. Бауыржан ағамның электрикісінің материалдарын алып келдік бұйырса. Ассалаумағалейкум. ПВС 3-ке 1,5 100 метр. Премиум ба? Так, зажим дейді. ПВС 3-ке 1,5 жақсы. Патрон қаншадан бересіз оны? Қанша жазып тұрады? Біз бұйырса 21.500 теңгеге алдық. Тура осы, жаңа 10 секция тұрды ғой, 21.500-ге. Жаңа сіздерге айттым ғой, қанша болды нақты өлшеп алыңыздар сіз. Мынандай тура осындай осы размерде жүрсе, онда қазір құрастырып көреміз. Сізге 8 секция 9-18 грамм керек. 73.500 теңге. Бұл сантехниканың резбасы, ремкомплекті, краны дегендей. Бүгін құрылыстың екінші күні. Енді кеше біз жобалағанымыз бойынша демонтаж полный бітті бізде. Перегородкаларын бәрін істеп тастадық. Төбелерін, потолоктарын мазать етіп бастадық. Бүгін бітіреміз. Бұған дейін мына бұрыштардың бәрі шіріп, сынып, иә, қисайып тұрған. Қазір кәдімгі уголоктар қойып, левкаспен түзелейін деп жатыр. Естеріңізде болса, мына жерде терезе болған, ана жерде терезе болған. Бүгін ол терезенің орнына гипсокартоннан дуалдар бар. Мына жерде подиум пайда болды. Мына бұрыштан ана бұрышқа дейін, мына мен бірдей подиум. Каркасын ағашпен істеген дұрыс, өйткені раствормен істесек ол кепкенін күтеміз, оның бетіне наливной құю керек деген сияқты айтты. Уақыт тығыз болғаннан кейін бізге ағаштан жасаған дұрыс болды. Дұрыс, иә, келсем. Сосын бізде электрикке бүкіл сызбалар, қай жерде қандай жарықтар түсетінін дайындап қойдық. Бұл электрикке тапсырып қойдық. Дәл осы радиаторларды алдық бұйырса 9 коробка. КП-ні Рудбаке 49-дағы сәлсәбіл аспандарды. Соған өздері алып барып береді бұйырса, алып барып орнатып. Мен айтам да осы бағанадан бері уайымдап жатыр едім. Қамысқа ауылдың сыртына кетіп қалып, неге баратын кезде жиһазды қаланың ішінен аламыз ғой деп ойлап едім. Түбінде Марат ағамыз деп айдалаға кетіп қалдық қой. Қамысты керісінше қаланың ішінен тауып алдық қой. Міне таза қамыстың отанына келдік. Ой, жеттік осы қамысқа. Мусоры көп сияқты ғой. Потолокқа жинағанда бізге әдемі қылып жинау керек қой мынаны. Осы қамыстар ғой дұрыс қой, бірақ блин, мыналар кішкене әдемі көрінетін сияқты, қарашы. Жинақы, иә? Иә, аналарында. Сен ұстап көрдің бе, қалай потолокқа жинаймыз біз оны? Өте ауыр екен негізі. Хорошо, что жанымда Рауан бар, Авилоров. А то өзім вообще көтере алмайтын примерно. Вот Ескендір аға, біз енді мынаны бітірдік. Демонтаж біткеннен кейін мынау біздің основной концепция дейді ғой, негізгі концепт болып тұр ғой. Міндетті түрде текемет сияқты заттар қолданамыз, біз қазір уже оны іздестіріп қарастырып жатырмыз. Главное, ұнамаса болды деп тұрмыз. Егер вдруг ұнамай қалса, ойлағанбыз ғой, өзгерістер болса, кішігірім өзгерістер жасаймыз ба деп. Қосымша қабырғада өзгеріс дегендерді біз енді сізге көрсетпейін деп отырмыз да, енді Құда қаласа. Сюрприз болсын деп, жаңа реакция шынайы болсын деп. Мынаның өзі күшті, маған осылай болып қалса да жақсы келістік. Жобаны көрдік. Құдай қаласа енді біткенде бірақ көреміз. Күшті. Маған қазірдің өзінде дәл осылай қалса да ұнайды маған. Кішкентай жұмыс емес енді, көрдіңіз ғой, бәрін бұзып 2 КАМАЗ шығарды ма, бірталай мусор шығып, әлі шығып жатыр. Соның бәрін уже 2 күні өтті оның. Алда 3-ақ күні қалды. Ол қалай болады? Үлгерші?
астында строительдерді план өшіп тастадым. Мынау сапарымыздар нам уже подушки заказать. Қамыс алуымыз керек, сол барахолка жақтан бір қамыс таптық. Кеше ауыл аралап таппадық. Қазір Принт матаны алып кету керек шамалғаны. Қайттан бүгін шамалғанға барады екенбіз ғой. Есік таңдап, фотосын жіберіп, дизайнерлер я десе ала береміз. Бізге чисто белый есік керек, 60-тық размері. Бізге 60-тық есік керек еді, белый только. Ештеңе жоқ, узор жоқ. Бұл 2,20 я? Анан қарама қымбат па? А если осы есіктен 4-еу алсақ, скидка болады 10% вроде. Так, қалай болатын еді? Ручкасы отдельно келетін еді вроде. Кішігірім ағашқа келетін, хотя бы мынау келеді. Қазір есік таптық, бұйырса 4 есікте бірдей болайын деп тұр. Бізде бағасын есептеп қарап жатырмыз. Бағасы жақсы бізге устраивать етсе, то аламыз бұйырса. Келдік біз Жанат Мырзаға, наконец-то цехқа барып көрейік қалай кесіп жатқанын. Қалайсыз Жанат Мырза, не кесіп жатсыз? Жаңа қаридың уықтарын, иілген жерлерін кесеміз қазір. Жүзін ауыстырып жатыр қазір. Бізде негізі қанша штук дайын уже? Біразы дайын, іште балалар шлифовкасын жасап жатыр. Қазір мультикамнан кейін шлифовка барады, қолмен ажырақтайды. Міне осындай болады ғой. Үстіне стекло кетеді. Бұйыртса, ертең үш қариды құрып бастаймыз. Ертең. Ең қиыннан бастап жатырмыз ғой. Мыналар сосын қашан? Параллельно істей береміз, басқа балалар қойып, ішінен уақытшаны үлгеру ғой біздікі. 14-не үшін үлгеретін шығарсыз. Үлгереміз. Болды, үлгересіз ба? Қарилер үлгереді. Үлгереді. Не бар ғой, кассияға бар ғой, ары бетіндегі. Көрсек те сразу, осы есік пойдет па? Осы таңдап қойды, кімде Эльмира ханымдарды я деп тұр. Қымбат емес, нормальный есік пойдет. Ананы таңдап тұр. И десі құлтайтын мынандай болса. Ал достар, біз есікті алып шықтық. Бұйырса 4 есіктің бағасы 243 мың болды. Бізге 46 мың теңге скидка берді. Ал енді дальше Асеке Сауранға кеттік. Майда үшеда гипсогардан деген сияқты алу керек. Кенжехан базарының жанында Үшқоңыр деген базарда қамыс сататын Дәулет деген кісі бар екен, сонымен сөйлестім. Қазір сол жерге барамыз. Өтіп кеттік па, қамыс сатады? Келесі ряд? Жоқ. Мен айтам да, 200, уже 2 рядқа кірдік. 7 миллионнан минус 400 теңге тағы есептеп қойыңдар. Қазір еще 200 теңге төлейтін сияқтымыз ғой ағашқа кіретін кезде. Болатын сияқты, я үстіне шығып көруге бола ма? Осындай болып сатыла ма? Қаншадан? Біреусі 1300 теңге ма? Мен қазір қара судан 100 теңгеден көріп келетім. Шықсам түсамай қалатын шығар ма? Мына қамысты қалай қоямыз біз потолокқа? Тамақтың ішіне бір бәлелер бүйтіп деп түсіп келетсе бәле. Асанға звондан да? Соның ішіне жете ме екен ұзындай қамыс? Бір жақ батан, екінші жақ батан. Бұның высотасы 2,7 негізі. Все хорошо, тогда я беру, давай. Алай ғонда, сіз доставка жасайсыз қой? Болмайтын қамысты ақшаға сатып бәле болды. Рахмет аға. Кеше мына тақтаға жазылып, маған берілген тапсырма 600 асық табу керек болатын. Енді мен қазірше барын тапқан босы, қойларды сойып үлгермей жатыр. Өзі бір қойдан 2-ақ штук асықтан шығады екен да. Бара еще тазалау керек, әлі тазаланбаған. Қойдан тек біреу ғана шығады? 2 шығады. Енді ауылда өспеген майголовты ауыстыңдар, болмайды. Мына нәрсені біз мына жерге орнатайын деп отырмыз да. Бұл кәдімгі арқандар, салбырап тұрған арқандардың арқасында біз мынандай киіз үйдің формасында бір 3 кабинка сияқты болып тұрады әшейін. Арқан таза темірден қоя берейік те. Ералы ағаға бәрін түсіндірдім. Енді өлшемдерін жіберетін болам. Ералы аға айтады, ертең материалдардың бәрін алып келіп, осы жерде дайындап, осы жерге іліп берем дейді. Келістік па? Келістік, Құдай берсе Алла, берсе Алла маңдан берсе. Ертең көреміз енді. Міне Сауран базары. ЛДСП алуға келдік бұйырса. Негізі жақсы. 7,5 болса 30 мың бола ма? Пена қанша дедіңіз? Бәрін осы жерге. Неге сап жереміз да? Машинаға. Грузовой машинаға. Не болды? Не керек? Здрасте. Здрасте. С праздником. Держись вам. Знаете это что? Не знаю. Вы женаты? Да. Как раз эротичные светильники. Жену наденьте, но очень не потеряйте.
бесплатные подарки. Матаға барсын деп жіберген ғой. Шамалған жақта Қошмамбет деген ауылға кіріңдер деп. Хорошо деп шығып кеткен, звондасақ жаңа Шыңғыс Мырза алмайды, жұмаға кіріп кеткен. Енді біз Қошмамбет деген ауыл жазуды көріп, ауылға кірдік деп жүріп келетсақ, Қошмамбет бітті деп ауыл бітіп қалған ғой, прикиньте. Біз даже білмейміз, қаққа барамыз қазір. Қақта не іздейміз. Біз жеттік Матаға, бізге өзіміздің ойыменен принт жасалған матаны алып кету керек болған етін. Шамалған жақтағы, сол жақта қандай ауыл еді мынау? Қошмамбет деген ауылға келіп матаны алып кеттік. Осыдан кейін Марат ағаға апарып береміз. Кеше Марат аға айтқан етін, бір күнде әкеп бермесіңдер матаны, мен үлгермеймін деп. Хорошо, бізде мата табылды, бірақ ауылда әрине. Бізге 25 метр керек. Архитектор ретінде айтайын, мына соғылып жатқан үй бар ғой блокпенен. Өте нашар соғылып жатыр, ешқандай сейсмопойысы жоқ, ешқандай колоннасы жоқ. Бізде Қазақстанда көп үйлер осылай соғылады, особенно ауылда. Негіз бұл дұрыс емес. Мынаны көрейік біз онда қанша метр екен. Абадан алаштың принтімен жасалған мата. Күшті принті? Былай ұстаншы. Матаны алдық, наконец-то. Таптық. Енді көк өзекке барып Марат ағаға тастап кетуіміз керек. Кеттік. Сыртынан түсетіні бар, я? Еще қалыңдығы бар. 600 болады екен. 600 қыса шық. Бір-біреуден шығып тұрады. Получается, мынаның центрінен түседі. Полоскілері туры неден колоннадағындай болады. Былай шығады, ұзындығы 1200-де бұлар не? Мына жерге түседі, ана жерге түседі, и колоннада екеуі түседі. Астынан не жіберсе ше, треугольниктер, үшбұрыштар. Оны мына жағынан жерем ішіне, көрінбейтін жағынан ше? Каленый емес, обычный толстый стекло қоясыз, шлифованный. Ертең қайдан малярка, обой болады деп жатыр едік қой біз. Қалат үстінен бой саламыз деп. Сөйтсек, обойдың астындағы клей ең арзан екен. Ол су дымқыл барған өзінде көтеріп жүру мүмкін. Обойды, короче, қайттан шешіп тастап, бұл жерде қайттан левкас, сосын покраска ойында отыр. Соның арқасында біз мына жерде прям күндіз түні ойында отыр ол жұмыс. Киігуін күтуі бар, короче, бәрі мынандай ойында отыр. Өткізіп кетсек, матаны Марат ағаға айтты ғой, бүгін алып келсеңдер үлгерем деп қол берген кеше. Жоқ дейсің ғой? Мықты, еще ие ұстапты. Саламатсыз ба, уайымдап кеттік қой, сіздер есік жабық екен. Диванға 12 ма? Бір диванға? 2 диванға ма? 2 кішкене спинкасы бар, дұрыс па? Бір диванға 10 подушка, 2 принт болады. Принт деп қойын біздің ойышы. Артық қалған матаны берсеңіз. Енді мен бәрінің қолын алып шығатын болдым ғой. Уголок, шуруп, миксер, перчатки, бұйырса, шелек. Ал енді бүгінгі жоспар бойынша бізде подиум жасау керек болғанбыз. Соның материалдарын алып, өлшеп, кесіп, бәрін теп, бір жұмысты бітіріп жатырмыз. 99.300 болды жаңағы алған заттарымыздың бәрі. Ал біз енді перде текстильдің ханшайымының студиясына келдік. Здрасте. Здравствуйте. Так, мы можем поставить, мы тебе ткань привезли. Ты меня своей камерой смущаешь. Примерно такие подушки, чтобы мы его могли вот так на стену прилепить. Как декор, да? Да, на стене будут разной формы подушечки. За 7 дней мы должны на 7 миллионов уложиться, сделать ремонт 150 квадратов под ключ. Представляешь? У нас сегодня... Не представляю. шықты. Жастықтардың бәрі 10 жастық, құрақтары болады ішінде. Құраққа ұқсайтын қолдан жасалған құрақ, 2 түрлі құрақ, екеуі де қолдан жасалады негізі. В общем, по дизайну кетеді ғой. И өзіміздің мынандай принтпен дивандағыдай жасайтын болды. Қашан дайын болады? Ертең нарығына. Договорились. Мен дальше Зетаға кету керекпін. Зетадан барып стульчиктар алып кету керекпін, машинаға тиеп дегендей. Зетаға жолға шықтық, сағат примерно неше болды? 3-тен асып кетті. Негізі 3-те болатын мен план бойынша Зетаға. Мына пропускты алдық. Міне достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, орындықтардың бәрін упаковать етіп қойыпты. Осының бәрін тиейміз, бұйырса өзіміз 70 штук. Мынаны неге аламыз ба? Бізде фотозона сияқты жер бар ғой, домаланған.
очень похожие 5 штук нужны, которые, не знаю, по стилю, может, будут похожи. И плюс к ним нужно бра найти 4 штуки. Бра дегеніміз қабырғадан түсетін жарықтар. Мысалға, жарықтандырулардың түр-түрі болады ғой, біз люстра қарап жатырмыз ғой енді. Шырақ төбеде, төбеден түсетін шырақ алынып, қабырғадан шығып тұратындарды бра дейді. Мынау шешілді, мынау біреу үшеу төртеу шешілді, мынау шешілді. Мынау самый нормальный вариант, и цветі де ағашқа келеді. Бізде ше самый сложный задача қалды. Қамыс потолок бар да, полностью қамыс, и сол жерде 5 точка тастап кеткенбіз люстраға. 5 жерден ше қамыс потолоктың астынан. Бірақ біз ол қамыстардың арасынан мынандай майда-майда светильниктер шығарып қойын дегенбіз да. 5-еуін-ақ шығарсақ жаман көрініп қойын деп тұр. Ну, Эльзаттың дизайнерский скидкасын жасады. И біз 601 бәлемін емес, 400 мың теңге төледік. Команда үлгеріп жатыр, біз бәрін үлгереміз деп ойлаймыз. Сол себептен қазір машинаға сиғанша, енді Амина ханымның машинасы бізге грузовой бірдей болатын болды ғой. Соны толықтай салып, сальсабілге апарамыз. Жеңілдігімен 382.311 теңге болды. Кеттік. Бізде 3-ақ күн уақыт қалды. Металл алуға бара жатырмыз, труба квадрат деген сияқты металл думалақ. Бізде бірінші 2 жұмыс тұрда қазір. Біреу ламинат алып кетті, біреу металл сатып алуға. Ассалаумалейкум. Труба квадрат 2-2. Слойка 24 метр. Мынау сендерге, мынау балаларға бересің сыртта. Қанша жерден біздің дизайнер мақтағанымен асығыс тірлік осындай болып жатыр. Біз мына подиумдардың сызбасын сызып бергенбіз. Сызған кезде 2 размер берген. Мына жерден ені 120, яғни 1200 мм. Ал колоннадан есептеген кезде 1100-110 берген. Бірақ мына жер 10 сантиметр емес қой разницасы. Соны дұрыс емес өлшегеннің арқасында құрылысшылар тек мына витраждан 120 санаған, 10-20 сантиметрге қайттан битіп жылжыту керек, өйткені орындығымыз сыймай қалуы мүмкін. Осындай кішігірім қиын жағдайлар болып тұр. Мінекей қазақша стол келіп жатыр. Бұл банкет залда интерьердің бір бөлігіне қолданады екен. Осылар тапқан болатын, өзіме міндеттелген, яғни жүктелген міндеттерді. Бұның ішінде ең қиын табуы асық болды біз үшін. Саламатсыздар ма? Мына неге әлі лифка істетпегенсіздер, мына жерді? Кеше бітеміз деген едіңіздер ғой. Мына алынбай ма не? Қақта бастықтарыңыз қайда? Кімнен сұраймын мен? Кеше подиум түсте бітіреміз деген еді. Даже сұрайтын адам жоқ бұл жерде. Ал құрметті көрермендер, бізге Сенім Арт компаниясы Қарасай Батыр Тілендиев көшесінде орналасқан, қиылысында орналасқан Сенім Арт компаниясы темір сататын, металлмен айналысатын компания бізге жақсы скидка жасап берді бұйырса. Әңгімем бар сізге? Мынау кеше бітіп қою керек нәрсе неге әлі даже саусақ тиілмеген ғой маған? Өзім бітірсем қазір 1-2 сағаттың ішінде. Лифкасымен бірге ма? Лифкасын мен алғаннан кейін сразу артынан жақып жатыр ғой. Хорошо, хоть колонны закончили. Подиум кеше вообще кеше бітіреміз деген. Кеше бітіреміз деген. Вы же знаете, на что вы подписались изначально? Есіктердің кейбіреуінің наличнигі бар, кейбіреуінікі жоқ. Бізде и так уақыт аз, поэтому давайте существующие не будем портить хотя бы. Вы понимаете, что потом еще покраска должна быть? Он бәрі кеу білгеру керек. Как вот, я не знаю. Так, двери через час, подиум через сколько? Подиум примерно 2 сағатта. Оның бетіне ламинат әлі алынған жоқ. Кім, Асан мырза қайда? Сол нелеріне кетті ғой, базарға кетті ғой. Ламинат алып жатырмыз, ламинат бұйырса. Енді біздің келесі тапсырма ол ламинатты алып кету сағаттан 20 квадрат ламинат. Брат, мында қол қойсашы. Леомерлинге бара жатыр қазір. Қақа? Леомерлин. Бізге ерханатты Эльзат бермейді. Не өзі пайдаланбайды дегенсің? Не өзі пайдаланбайды?
жолдан асық алып кетейін дедік. Аға, бір репортаж келіп жатыр қызша. Ала берсек болады шығар. Ассалаумағалейкум. Қанша асық бар? 250 бар ма? Қанша? 20 мың деп тұрған. Өз скидкамен сіздерге 15 мыңға берейін деді. Елзат ағаны әрқашан көрем. Қазақ стилін әрқашан дамытуға атсалысып жүрген кісі. Қолдаймын. Алға. Негізі бояу ғана қалды құрылыс жағынан. Қалған нәрселердің барлығы дайын деп айтсақ болады. Мына жерге келіп орнату ғана қалып тұр. Жеткізуші дейміз ба? Желаяқ дейміз ба? Сапар мырзамыз ол бүкіл жаңа құрылыс шұрып мұрып сондай нәрселер керектерін бәрін алып келіп жатыр. Ұмытылып кеткен зат бар. Асықтарға нитка, жіп, сверло деген сияқты. Точно надо болып тұр оны. Так, соны беріңіз. Брат, қаншадан ол? Закуптамыз біз, бірақ 4-ші күн өзіміз никак үлгере алмай жатырмыз, кішкене қырылып жатырмыз. Кішігірім ұрыстар болып жатыр арасында. Кейбіреусі түсіп, кейбіреусі түспей жатыр видеоға. Біз деген өзіміз итак арен жүргенде пробкасы бар, плюс жамбыры бар. Вообще білмеймін енді. Досаев кетші. Если Эльзат сенің шашын кетсе, біздің кінә емес. Жұмысшылар Асанаридің кінәсі емес. Закупщик Запардың кінәсі емес. Мебельщиктің кінәсі емес. Біз басықтарды осылай сыйлаймыз ғой. Мына қарасаңыздар, зонтчик бейін бүйтеміз да. Базар жоқ. Микрофонды алып қойсаңыздар. Алатын нәрсені ойланамыз қазір. Осындай әдемі ана төбеде тұр ғой, неше түрлі декоративті. Бұл жаңа біздің қамыс шақа кететін люстралар деп қой, лампочкалар. Біз негізінде бұл жерге неше түрлі декоративті заттар алуымыз керек еді. Әсіресе әжетханалардың ішіне, бірақтан біздің ойымызға басқа идея келіп, айналарды қатты өзгертпейтін болдық, яғни басқасын сатып алмаймыз, жай ғана реставрация жасайтын болдық. Бірақ біз міне қиналып келе жатқан ер қанаттың гардины дейма, галтелдерін алдық пердеге арнайы. Сосын көптен күн бойы іздеген жарықтандыру шамдарын алдық. Бізде толық ақша 108.700 болды. Неменеге мәз ба билеп жүрсің дейсің ғой. 4 күн бітіп жатыр. Қалай билемейсің? Мынандай тобың болса, спокойно жүресің ғой. Ибонго. Ассалаумағалейкум көрермендер. Біз Алатау базарына келдік. Алатау базарға келген себебіміз бізге кілем керек. Соны іздеп табып, машинаға салып, одан кейін строительный неге бару керек магазинге. Срочно не керек екен, вода и мыться. Нұрлан аға бізге негізі бағасы 25 мың теңге еді. Бізге 18 мың теңгеден беріп тұр. Автоға баға беріп тұр. Ағаның бутигі Алатау 2, 8-ші бутикте орналасқан. Нұрлан аға деп келе бересіздер бұйырса. Бүгін бізде 5-ші күн ресторанның ішін безендіру процесіне келіп қалдық. Бізге осындай сандық керек болған, OLX-тан тапқан сандығымыз. Оның иесі Кенже ханым. Бұл сандық мен дүниеге келгелі үйде болған, яғни мен 70-ші жыл туылдым, 70-ші жылдан бері оның алдында тіпті пайда болған сандық. Әкемнің көзі сіздерге аманат, ескі мұра ретінде жақсылап қарап. Уайымдамаңыз, бұл ресторанның ішін безендіріп тұратын декор элементі болады. Жақсы, барамыз. Бізде сурет салатын заттар көп, жаңа трубаны безендіріп сурет салу керек. Одан кейін ағаш стойкілеріміз бар, біздің бұрынғы столдың аяқтарынан жасалған. Одан кейін асықтарды бояу керек. Жексенбі күні болса да, кеңседегі өзіміздің дизайнер сіздер білетін Бека мен сіздер білмейтін Олег шақырдық. Қазір бояу, оюларды салу жұмыстарымен осы екі жігіт бастайтын болады. Ал біз отырар керамика құмыра орталығына келіп тұрмыз. Данияр бауырымыз бізге кезінде осы қыш құмыраларды берген. Бұйырса екінші партия болып тұр, соны алып кетейін деп жатырмыз. Алматы арена жақта орналасқан. Бұл орталық құмыра жасау орталығы, жалпы қыш ыдыстардың барлығы осы жерде жасалады. Және бізде тапсырыста мына жерде көріп тұрған құмыралардың барлығын тегінде береміз. Тегінде жатыр. Көмегіміз болсын, жалпы мейрамхананың ашылуына деген секілді. Лайла ханым, ал енді мына жерден көтерілеміз ғой.
бұл Лайла ханымның цехы қай жерден көреміз? Мына жерде мына біздің фонымыз ғой жасалып жатқан көрінеді ғой. Раскатка өйткені біз столға сыймаймыз да. Мен Лайла ханымға осыдан 2 күн бұрын бірден хабарласып, домалақ текеме табу қиын болатыр. Бізге өзіміздің фирмалық оюлармен жасап беріңіз деп хабарласқам. Эльзат мырзадан болғаннан кейін бізге давайте деп тез міне заготовкасын жасады. Бұл негізі сол сальсабілдегі жаңадан ашылып жатқан мейрамханаға арналған арнайы оюлар. Жасыл, жасылдың 2 түрлі Өте ашық, күшті түстер болады. Күшті еще ана қоңырмен күшті сочетаться етеді. Проект басылмай тұрып, как положено тамақ ішетін кафедегі барып, мысалға да уақыт бойынша ше, обед ужин қазір жаңа базарға келген кезде 1 штук сосиски жеген. Содан кейін 4,5 болды примерно. 4:32 болды. Қарны аш, настроение жоқ. Дедлайн болған екен, уақыт аз болғандықтан тамаққа да қарамайсыңдар еш. Алдында айтып кеткендей, бізде құрылыста ең үлкен проблема болып жатқанымыз ол дуалдар. Өйткені біз обойды шешіп тастадық, обой шешіп тастағаннан кейін ол жерге гладта жүреді, финиште жүреді, одан кейін ғана бояймыз. Соны жасап жатқан кезде мына жерде кірпішті кейін алып, қалың глад жаққаннан кейін мына қабырға кеппей жатыр. Оған мынандай шешім таптық, мынандай пушканы қазір алдырттық. Сонымен кептіріп, тез бояу жұмыстарына кірісейін деп жатырмыз. Біздің бүгінгі закуптер бітті. Не істеу керек, билеу керек па? Жоқ. Бүгінгі күні жарты күні өтіп кетті. Енді 2,5 күн қалды деуге болады. Аман есен бүгін түнге дейін біз бүкіл бояуды, бүкіл кір жұмысты бітіріп, тап-таза қылып уборка жасап, 2 күн декорацияға бөлеміз. Бұл да сөйлесін, сөйлеш. Все, жақсы, кездескенше барахолкаға кеттік. Біз осындай перде алып жатырмыз. Біздің бағамыз жаңағы матасымен, жұмысымен, төбесіндегі жаңағы лентасымен бәрін қосқанда 65 мыңдай шықты. Бұл кісілер бізге скидкасын жасап, 57 мыңға санап беріп жатыр. Гуля тәтеге келіп тұрыңыздар. Арлан. 5-6 ряд, 188 контейнер. Все, рахмет сізге. Перден алдық, перденің тірлігі бітті. Амина ханым түсіріп жүрген кезде мен мына разборкада жүрдім дегенсің ба? Аз сөйлеймін деген тұрмын ғой. Вот, наконец-то потолок боялды, наконец-то на жерлер қалды, наконец-то хоть какие-то изменения там. Бүгін түнде бітіріп, тазалап кетеміз. На колонны, да. Это люстра. 3 штуки, вон они, 3. Видите, на белые коробки вот эти. 2 и 3 вот здесь, на этой колонне. Видите? Ағасы дұрыстап сөйлеш, 2 күн басаға берген емес. Ағам өзі не дұрыстап жүрсе. Енді ағам жақын көргенше айтпадым бергенше. Бергені айтпады, бергенше деп айтады. Бауырым. Ассаламу алейкум баршаға. Бүгін бізде 6-шы күн. Олдекстан не көргеніміз ғой? Текемет. Сол текеметті алып кету керек. Қаншаға бересің негізі? Окончательно примерно 25-ке түсіп беремін. Все, хорошо, 25. Все бізге не ғой? Халал кафе, может білетсіз, Розыбакиева 49-да, Сальсабель Аспаньяр деген. Енді бұны Абай жақты емес пе? бұйыртса кеп көріп атамыз. Қанша атам болсаң да бергел деп. Бергелші деймін. Саған бергел деді ма? Иә. Сосын? Не айту керек? Мен әкем деймін. Не естейін? Мен саған айтпадым. Әкем бар деймін. Не дейді? Мен саған айтпадым. Ет бергел. Дизайнер емес. Деген жоқ саған. Дизайнер. Еркексіз ба сіз? Дизайнер бергел деген кім? Бергелші дизайнер дейді. Сен араласпаш, әкең болса. Әкеңмен араласпа. Әкең болса да сөйлей аласың. Әкең болса да жауап бере алатын. Ит деген жоқ. Ит деген ауырды деген сол. Бергел деп айттыңыз.
Жоқ, қырылыспай, нормально жұмыс жасайық, тып-тыныш. Мына жерде бізде де жұмыс жасап жатыр, қырылып жатқан жерде жұмыс жасаған керек. Асанның электриктермен жүріп қырылып. Жаңағы электрик кісілер келе салысымен өздері ұрысуға дайын сияқты келді. Істеп кеткендері бірақ мынаны орнатып кетті. Оның өзінде мынандай жерін сындырып кетті. Одан кейін бұл ұзын болып іліну керек еді былайынан. Олар алғанда анан кесіп тастаған. Яғни бізден ұзындығын да сұраған жоқ. Қалай осындай адамдар қалай жұмыс істейді? Мынау кепкеннен кейін мынандай болмау керек деп жатыр да? Суғы, брат, қалай кеуіп үлгереді айтшы. Енді дұрыс қой, Асан, қалай кеуіп? Мен тыңдай енді. Сен мынаны бүгін емес, алдың күні кешке орнатуға болады дедің. Сен. Енді қазір келіп жатқаннан кейін, орнатып жатқаннан кейін бұл кісілерде несі жоқ қой, кінәсі жоқ қой. Қазір шуппен отырғызу керек, брат. Это единственное решение. Оны сөйтеміз, иә. Бірақ скотчпен по-любому дуалды тексеру үшін ғана көреміз. Біз трубаларды баллончикпен бояп бітіп жатырық. Олег бітіруін деп жатыр уже баллончикпен. Оны әлі біз қара краскамен контурларын жасаймыз. Соңғы жаңалықтардан бізде қазір соңғы күн. Бәріміз жұмыс жасап жатырмыз. Кеше өте қиын, ауыр күн болды. Көп мәселелер шықты, олардың бәрін шештік, түнімен жұмыс істедік. Енді қазір кішкене болсын біздің көңіл-күй көтеріліп қалды, өйткені бітуге өте таяу қалдық. Амина екеуміз соңғы заттармен, соңғы айналармен жүруге шығып бара жатырмыз. Бізге тек жаңағы дәретханаға детальдар, декорлар алу керек. Ойдағы нәрсе табылмай жатыр. Мен түсінбедім яқта. Айна, аксессуарлар қайда екен? Мен таптым, Амина. Осы магазинге барамыз. Жұмысымыз әбден экстремально болды ғой. Представляете, бүгін кесек магазинге стеллаж іздеп, соңғы күн бізге керек магазин ішінде еще свет өшіп қалыпты. Біз 7 миллион теңгеге 160 квадратный метрдегі ресторан ремонтын бітіріп жатырмыз. До конца подключ. Бүгін бізде соңғы күн и туалеттің ішінде бізде декорация жоқ. Достар, бүгін бізде потолок күн, потому что бүгін бізде соңғы күн, 7-ші күн. Бүгінгі біздің тапсырма подсветка неон алу, неонды алып қойдық. Бұдан кейінгі бізге тапсырма Көксай деген ауылға барып, есіктің обналичка дейді ғой, ағаштан алып кету керек. Обналичкамызды алдық есіктің. Қарын ашып кетті негізі, нетский. Дальше Байсатқа барамыз, газон аламыз и искусственный гүл аламыз, сонымен қайттық бұйырса объектіге. Бұл Сальцевичтің қар үйі қазір ғана міне мультикамнан шықты. Қазір мынандай маждақпен тазалау үстіндеміз. Алкеп уже құрастырып жатырмыз. Бұл шпилке болт арқылы, шаблон арқылы қатырып, қазақ үйдің формасын шығарып жатырмыз. Ремонтпен бірге параллель істеп жатырмыз да. Осылай болған бетте, осыны болтына шешеміз да. Мысалы қазір сізге көрсетейін. Мына қараңыз. Мына жаққа келіңіз. Мынаны шешеміз да, обратно сұяққа апарып қойып, қайттан бұрай саламыз. Бүгін соңғы күн, бәрін бітіп қалдық па десек, бір хикая пайда болды. Олсыз қалай деп қоям да, қалай бәрі тез бітейін деп жатыр. Сөйтсем, мына нәрсені орнатқан кезде біз кафелде тескен болатынбыз. Дәл сол тескен жерден біздің отоплениясы трубасы жатып қалғанын айтсайшы. Құтты болсын деп давлениені беріп тексерген кезде осы жерден деген дауыс шықты. Енді соны жөндейміз. Амал қанша үлгеру керек таңға дейін.
көз үйреніп қалған қызықсыз дивандар емес. Бұл бізде басты идеямыз жай ғана пуфик, яғни арқасы жоқ, сондай болатын. Бірақ бізге пуфикті кішкентай болсын қоюға тура келді. Өйткені бұл жерде радиатор, бұл жерде де біз шешімдер тауып осындай нәрсені қойып кеттік. Бұл жерде ең бастысы мынау біздің құрақ көрпе. Бұл жай ғана печать, бірақ бұл құрақ көрпенің дизайнын жасаған, былай байқасаңыздар, Абадан Алаш. Бұл фирмалық белгі деп айтуға болады. Мен жұмыстарымның процестерінде ең жақсы көретін ол соңында безендіру жұмыстары. Үлкен-үлкен жұмыстарды айтпаймын. Мысалы, мынандай шешімге келдік та, бізде әшейін декорация, мына жерде алаша тұрады, мүмкін қазір монтажда қосып атады. Мына жерде стол тауып алдық интернеттен, былайынан ашылып жабылатын книжка дей ма. Соны мысалы жартысы ғана керек болды да, бізде стенадан шығып тұрған сияқты сондай бір эффектпен. Ол жартысында біз жай қоя салмай, мысалы мына жерде бізде газон сияқты безендіруден қалып кеткен материалдарды қолданып, мысалы жаңағы подиумның астын жасаған кезде мынандай листті ала салып, кесе салып, тур сол столдың жартысын алып, оны газонмен қаптап, былайынан. Дәл мына жерде бұрын айна ғана болған, айнаны былай қоятын болсақ, мына жерге свет қойып, безендіру сияқты жарты столды былай қолданып жатырмыз. Сандықты кесе салып, мына бізде бір қабырға түсініксіз болып отыр еді. Видеоның басында бар емес па бізде мына қабырғамен бізде потолок әлі түсініксіз деген кезде біз мына потолокқа сандықты битіп қоя саламыз да жартылай ашық тұрып, оның ішінен жаңағы бидай сияқты біздің байлықтарымыз битіп, жаңағы светімен жанып битіп шашып тұрғандай. Сондықтан жаңағы айтқым келетіні, бір кісі сол сандықты сатқан кезде жылап жіберейін деді, өйткені ол әкесінің көзі дегендей қылып жатыр да, бірақ ол сыймай жай ғана пәтердің ішінде тұрғаннан гөрі осындай жерде жұрттың бәрінің көзіне көрініп, рухтандырып, біздің осындай байлығымыз бар деп пайдасын тигізіп тұрған жақсы емес па? Біз барлығын үлгердік. Қазір біз Ескендір ағаның реакциясын түсірейін деп жатырмыз. Ойдан шықты, процестің бәрі қызық болды, оның несін айта берем. Сіздер процестің бәрін көрдіңіздер, ал енді реакцияны көретін болайық. Не ойыңыз бар жалпы? Не, қандай представление көрінісіңіз? Ешқандай ой жоқ. Елзатқа сенем. Разочарование болмайды білем. Әнеке. Керемет еді. Керемет. Рахмет, тек маған емес. Бұл жерде команданың жұмысы болды. Өте күшті, керемет. Рахмет. Бұл жерде барлығы атсалысты осы жердегі. Залға бір қарасаңыз, бұл жерде не көп болған жоқ қой. Пространство көп емес, яғни шаршы метр аз болғаннан кейін, оның үстіне сіздердің бұрынғы қоңыр потолоктарыңыз, ауыр цветтеріңіз бұл жерді онсыз да кішкентай жерде кішірейтіп тұрған. Сондықтан бүкіл жер ақ потолок и бір-ақ түс бар. Қоңыр түспен жарастырдық. Мына қабырғада өздеріңіздің фирмалық стильдеріңіз, Абадан Алаштың логотипі көрініп тұрған құрақ көрпеден арнайы осындай дивандар, мынандай қабырғалар безендіру. Сосын бюджет бізде мынандай болғандықтан біз осы жерде көп бар материалдарды қолданып, бірақ керемет етіп шығардық. Мысалы мынандай колоннада тұрған айналар, оны жай ғана асықтармен безендіре салып, өзімізге тән барлығымыз кішкентай кезімізден ойнаған. Яғни осы бұрыш түрлі түсті түстермен реңкін беріп тұрады. Сіз ең бірінші көрген эскизде мынау үш нені ғана көрдіңіз, киіз үйдің формасындағы. Содан үш отау деген атауы да шыққан болатын. Сондықтан осы нәрсе бірінші пайда болғаннан кейін көп нәрсені дизайн бойынша соған жаңағы бейімдеп, жай ғана мынау колонналарды да сол стильде жасай салып, оны жасағаннан кейін қарапайым шешімдермен осындай дәл рейкімен столдарда шыға салды. Яғни бір заттан көп нәрсе зат туыла берді ғой. Керемет, керемет. Мына столда өз қызы керек өзі.
өте жақсы ой нәрсе келгенсіңдер. Мынау декор бұрыш. Мына жерде осылай тұрып суретке түсе бересің дейсің ғой. Тұрып, отырып. Мына жерге отырып көріңіз. Өте ыңғайлы. Мына жерге отырып көрсекші. Бұл жерде әлі декорлармен болашақта өзіңізді неңізді байқаған болатынбыз. Әртүрлі әдемі заттарды залға жинай беретін. Соны сізге мүмкіндікте қалдырып қойдық. Әртүрлі заттарды болашақта жинай беретін. Керемет күшті. Мен бірақ сені білдім бір керемет қылатыныңды. Өзім іште сезіп жүрдім. Өйткені ана абадан алашты да істеп жатсың, енді менің адамның ойына келмейтін заттарды тауып аласың да сен. Негізі енді бірақ мынандай болады деп ойламадым. Банкетный залға бұл ерекше банкетный зал болатын болды. Адамдар бөлек әрқайсысы өзінің зонасында отыра береді. Ол жерде де отырады, мына жерде отырады. Ерекше банкет болатын болды. Күшті, керемет. Сандық қалай сізге? Байлықтарымыз бүйтіп шашылып тұрғандай. Мына жерде сандықтық мен байқап өтіп баратын керемет күшті. Өте керемет, жақсы келесіңдер. Мына біздің өзіміздің даяршыларымыз дейсің. Иә. Дұрыс, жақсы. Жан-жағында рамосын жасап жүрген екенсіңдер, жақсы. Жарастыру керек қой. Жарастырып, өте керемет өтті, жақсы. Міне мына залда жаңағыдай банкетте болады, банкет еместе болады. Бөлек-бөлек банкеттерде өткізуге болады. 15 адам, 20 адамның. Солай емес пе? Солай. Елзат, сөзіңде тұрдың, бір аптада үлгердің. Керемет. Шаш өзімде қалды. Шаш өзімде қалды. Чуть-чуть мен сақалымды алып тастадым, бірақ. Ровно за 6 дней. Это 7-й день сегодня. За 7 дней они вот этот полностью шығарып тастады, бәрін видоизменили. Молодцы, ребята. Қалай шыңғыс мамын осыған? Керемет, бәріске сақалы мен шашымды кізіп ұтылып қалса, полностью сбриваем наголо, на лысо и сақалын алып болдық. Вроде бы он выиграл, но поверьте этим я выиграл. Ал мынау біріншіден еңбектеріңе көп-көп рахмет. Енді шынын айтсам, бір аптада үлгермей, 10 күнде, 15 күн, бір айдың ішінде үлгерсеңдер де мен ырза болар едім мынандай ремонтқа. Шыңғыспен жаңағыдай бәстескендерің маған да жақсы болды, бірақ енді мен де онда әңгімеңе сенген жоқ, шынымды айтсам. Бірақ енді сен өзің дәлелдеп бердің, командаңа жақсы, керемет команда. Сен де бермеңші, бұл жерде мынау жерде тұрғандардың бәрінің қатысы бар. Бар, жігіттері бар, бірге жаңа неғылдыңдар, өте керемет, жақсы, бәрің үлкен рахмет. Керемет, бәрін керемет жасадыңдар, өте үлкен рахмет сендерге. Сеніп тапсырған сізге рахмет. Ол екінің бірі бұндай нәрсеге сенгеннен кейін қанша дегенмен ол ақша, уақыт, одан кейін өзімнің тобымдағы қыздар балдарға, Амина, Эльмира, Ерқанат, одан кейін жаңа осы жерде танысып жатқан 3 мобилограф бар. Ол кісілермен бір туысқандай болып кеттік, өйткені прям ішіне кіріп танысып алдық, өйткені күндіз түні жұмыс болды. Сапалы, керемет, біздің қиялымыздан шыққан білем, көп жиһазшылар бұндай нәрсені айтпай қойшы, мен үйреніп қалған нәрсені жасай берейші дейді да. Біз не айтсақ та тура соны ойымыздан шығарып жасап жатқан Жанат ағаға да рахмет. Бәріне рахмет. Жақсы, рахмет. Барлығы осымен басталды. Біздің үлкен жоба басталайын деп тұр. Ол көптеген осындай мейрамхана болсын, басқа да объекттерді біз қысқа уақытта сапалы қылып қалай жасауды үйрететін жоба басталайын деп тұр. Ал мінекей, кереметте осындай біздің банкет залымыз дәл осындай этно-стильдегі залға айналды. Енді осы залда барлықтарыңыз кез келген өздеріңіз қуаныштарыңызды, мерекелеріңізді атап өтсеңіздер болады. Бұл залдың ерекшелігі қандай? Бұл жерде мен қазір тұрған осындай отаудан 3 отау бар. Демек, осы отаулардың ішіне сіздер үйдің үлкендерін, ақсақалдарды, немесе сыйлы қонақтарыңызды осылай отауларға жайғастырып, әр қонақтарыңызды басқа ұлттардыкіндей бір ұзын столға жайғастырмай, өзіміздің кезіндегі ата-бабаларымыздың салт дәстүрін сақтай отырып, осындай киіз үйлері сияқты формаларда жасалған осындай бөлек зоналарда өздеріңіздің қуаныштарыңызды, мерекелеріңізді атап өте аласыздар. Қалай сіздерге біздің алғашқы реалити шоу? Бұл біздің шынымен де алғашқы рет бұндай жасаған жобамыз. Өздеріңіз де байқаған шығарсыздар. Түсірілім жазда болды, ал қазір күз.
біз бірінші рет жасағаннан кейін 4 мобилограф телефонмен, қарапайым телефонға ғана түсіре салдық. Оның монтажында біраз қиналдық. Есесіне біз тәжірибе жинадық. Келесіде бұл нәрсені өте қызық қылып түсірейін деп жатырмыз. Кәдімгідей команда жинап, сценаристтен тұратын, монтажер, режиссердан тұратын мықты нәрсе жасайын деп жатырмыз. Сондықтан сіздерге ғана емес, келесіде тапсырыс берушілерге де құлақтарына алтын сырға. Сізде осындай керемет өздеріңіздің мейрамханаларыңыздың немесе кез келген объекттеріңізді осылай түсіріп, оны жарнама ретінде қалдырып кеткіңіз келсе, бізге хабарласыңыздар. Біз әр түрлі ұсыныстарға ашықпыз. Немесе сіздерде құрылыс материал сататын дүкен болса да хабарласаңыздар болады. Бірігіп керемет контент жасайық. Ал егер сіздерге видео ұнаған болса, өздеріңіздің пікірлеріңізді қай жер ұнады, қай жер ұнамады жазып кетіңіздер. Ол да бізге сабақ болады. Келесіде түзіліп жібереміз сол жерлерін. Ал ұнаған болса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар ағайын.